Бәріңе сәлем достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге мен бүгін жазылам достар. Бүгін біздер скин соғу рубрикамды әрі қарай жалғастыратын боламын. Бүгінгі видеода біздер менің досым Олжасын скин салатын боламыз. Жаңа скин алған болатын, гаджеттік қойсаңыздар болады. Новый скин бүгін видеода мен соғып беретін боламын. Алдыңғы бөлімде еркошын скин соққан болатынбыз, біле білсеңіздер. Алыншысы сіздер лайк басып ана жазылған болсаңыздар, мен дейтін өзімнің видеомды бастаймын. Так, достар, енді бастайық. Так, деп бір сілкініп қояйық. Мен жерден 12 блок жетіміз бар, ғадеттегідей баста шыққандай. Так, Олжасын скин шығарып қойған болатын мына жерге. Так, басқа кішірмейтін сияқты болды онда болса. Так, тұрсап қаралайын дедім ол жаңа. Так, опа. Шарас кетпен. Все осы жер. Так, мына блогымды алып сөйтіп қоямын. Осылай көтеміз. И сосын сындырна. Мынаны сындырда жерге ғой. Осыны жерден бұлай. Ары қарай дейтін адам. Бұлай ойна. Бұлай баста дейтін осылай білесіме ең алғашқы скиндер. Тез соған ғой, ең алғашқы скиндер бір сағаттап соғатын, ең үйреніспеген кезде ғой, санаға отырып дұрыс білмеген кезде дейтін бәрін жаттап қалдық қой, білеміз уже оңайда десе соғып тастаймыз ғой. Қазір көресіздер. Сатып салып жатырмын. Олса да оппаны и оппа. Так, болып қалған болатынмын. Мына жерде Олжасын скин соңғы блоктар айтпақшы артында да зат бар. Соны соғып жіберейін осылайын. Сразу опа болды достар. Енді қараңыздар, результатын беріңіздер. Результатын қарап бағасын беріңіздер. Мына осы дәл алмай қалған көздеріндегі заты, киімдегі формасы, ана шалбары бәрі. Дәл ол принтер ма, Дәл осындай, міне скин дейтін. Скин алғанына құрметпен осындай скин соғып берген болатын. Өз нешенші бөлім, осыны по идее 20-22 бөлім болып қалды. 20 ұмытып қалдым. Сол бөлімге тура анақта әлі скин толып жатыр, мәрті қарайсын, бірақ оны әлі көрсетпеймін достар. Міне осы анақта қарамай қояқ енді. Осындай әп-әдемі болып соқтым деп ойлап тұрмын. Енді мал өзіне ұнап тұр деген. Міне осындай. Ал достар, енді бүгінгі жазылған бірген бағын жазылам. Бүгінгі жазылған лайк басып тұрғанға жазылайық. Ал ендеше сау болыңыздар достар.